Құлақтағы шу медициналық атауы тиннитус. Адамның айналасында ешқандай сыртқы дыбыс болмаса да, құлағында шу, сыбдыр, гуіл, шырыл естілуі. Бұл симптом өте жиі кездеседі және әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. Құлақтағы шудың негізгі себептері. Бірінші, дыбыстық жарақат, яғни шуылдық зақым. Оған қатты музыка тыңдау, өндірістегі шу, құлаққаппен ұзақ уақыт музыка тыңдау құлақтың ішкі құрылымдарына зақым келтіріп, шудың пайда болуына әкеледі. Екіншіден, жасқа байланысты есту қабілетінің нашарлауы, пресбиокозис, яғни жас ұлғайған адамдарда есту жүйесінің тозуына байланысты шу пайда болуы мүмкін. Үшінші, құлақ инфекциялары мен қабынулар. Ол ортаңғы немесе ішкі құлақтың қабынуы, отит, гайморит, ЖРВИ кезіндегі асқынулар құлақтағы шуға себеп болуы мүмкін. Төртінші, неврологиялық себептер. Мидың есту жүйесіне қатысты бөліктерінің бұзылыстары, яғни мысалы мейнер ауруы, невринома, тиннитусқа себеп болуы мүмкін. Бесінші, қан айналымының бұзылысы. Қан қысымының жоғары немесе төмен болуы, мойын остеохондрозы, қан тамырларындағы ақаулар, мысалы аневризма, немесе артерия-венозды байланыс, ырғақты шу, пульсациялы тиннитус тудырады. Алтыншыдан, дәрі-дәрмектердің жанама әсері. Оған аспирин, кейбір антибиотиктер, аминогликозидтер, химиотерапия препараттары тиннитусты шақыруы мүмкін. Келесі жетінші, стресс пен шаршау. Оған эмоциялық күйзеліс, ұйқысыздық, депрессия, тиннитустың басталуына немесе күшеюіне әсер етуі мүмкін. Не істеу керек? Егер құлағыңызда тұрақты немесе жиі шу пайда болса, лор дәрігеріне немесе невропатологқа қаралу керек. Келесі, есту тексерісін өткізіп, аудиограмма және құлақтың МРТ КТ тексерістерін ұсынылуы мүмкін. Келесі, себепке қарай ем тағайындалады, қабынуға қарсы дәрілер, қан айналым жақсартатын құралдар, есту аппараттары, психотерапия немесе физиотерапия.